Сәлем достар, біздің YouTube каналымызға қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге армандар картасын жасайтын боламыз. Қазір сіздерге көрсетіп кетемін. Ең бірінші қыздар менің Instagram парақшама тіркеліңіздер. Одан кейін Айсу қызымның YouTube каналына тіркеліп кетіңіздер, қолдап кетіңіздер. Жаңадан канал ашып жатыр. Алдағы уақытта сіздерге пайдалы видеолармен бөлісетін боламыз. Біз әлі көп видео түсіреміз. Бізді қолдап кетіңіздер. Келесі жолды көп видеолар түсіреміз. Ал мен енді мамамен армандар картасын істейін деп жатырмын. Қазір енді Айсу екеуміз армандар картасын жасайын деп жатырмыз. Қызым қазір 4-ші класс оқиды. Соған енді алдағы уақытта сен де армандар картасын жасап, өзіңнің армандарыңа қол жеткізуіңе болады деп, қызымды қазірден мотивация беріп үйретіп жатырмын. Тербетші, кішкентайымыз бар жақта. Мен мынау армандар картамды қыздар мен 2021 жылы жасаппын. Мінекей қазір сіздерге жақыннан көрсетейін. Камера кішкене алыс болып тұр, міне. Өзімнің суретім, мынау отбасында 7 бала шағам бар, коттедж үйім бар, машина алдым, жаңағы званиям, командам, өстім деген секілді үй алдым. Мына жерде мысалы егіз 2 ұлым бар деп мысалы жазып кеткем да армандар картасында. Почти осы армандар картамда менде тең жартысы орындалды қыздар. Бір где-то 70% деп айтсам да қателеспейтін шығармын. Көрдіңіздер ма? Негізі армандарыңызды тек мида сақтап жүрмеңіздер. Міндетті түрде оны ақ параққа немесе ақ қағазға түсіріңіздер. Сол кезде ақ қағазға түскен армандар мақсатқа айналады. Ал мақсатқа айналып, мақсатқа қол жеткізу үшін адам әрекет етеді. Солай армандарыңыз Алланың қалауымен орындалатын болады. Енді бұл армандарымның жасағанына да уже 5-6 жыл болып кетті. Енді жаңадан мен осындай армандар картасын жасайын деп жатырмын. Мінекей, мен ол үшін біраз мынандай нелерді, суреттерді шығарып алдық. Кәдімгі Pinterest деген приложение бар ғой қыздар. Вот содан шығарып алсаңыздар болады. Неше түрісі бар. Денсаулыққа дейсіз ба, денсаулыққа қатысты, ұл қалайсыз ба, ұл, қыз қалайсыз ба, қыз, коттедж үй ма, машина ма, мысалы, отбасыңызбен мысалы саяхаттағыңыз келетін шығар, міне көлдің суреттері бар. Вот осындай суреттерді мен арнайы шығарып алдым. Қазір өзіме и қызыма кесіп дайындап, мына ақпараттарға жабыстыратын боламыз. Қызыма міне А4 қағаздан сатып алмай-ақ қыздар, міне Айсу алшы. Үй жағдайында істедім, неге көрдіңіздер ғой, міне скотчпен жабыстырып, өстіп өмірді қиындатпаңыздар достар. Кәдімгідей үйіңізде не бар, қандай зат бар, осылай ақпарат бар ма, может альбомның парағы бар, алыңыздар, жаңағыдай скотчпен жабыстырыңыз, 4 жағын сөйтіңіздер. Негізі 8 секторға бөлінеді ғой негізі. И ортасына, дәл ортасына сіздердің өздеріңіздің суреттеріңіз тұру керек. Осындай бөлінеді да 8 секторға. И мына жерге ортасына сіз тура өзіңіздің суретіңізді қоясыз. Астына жазып қойсаңыз да болады. И жазбай-ақ, тек қана мынау самоклеящий ғой қыздар, мына фотоның барлығы, мына артында мынандай да, осындай кәдімгідей цветной қылып шығарып алсаңыздар болады. Арнайы сондай компьютер істейтін жерлерге барып, сол жерге барып істетіп алсаңыздар болады. Үйлеріңізде болса үйден, немесе черно-белый, но мейлінше осындай цветной қылған жақсы да қыздар. Кәдімгідей өздеріңізде мотивация болады. Ал ең бірінші қыздар, біз неден бастаймыз? Махаббат қарым-қатынастан бастаймыз. Міндетті түрде мына шеттен, оң жақтан бастайсыздар ғой, оң қол ғой, оң жақтан, ол сол жақтан бастамаңыздар. Енді психологияда да айтып жатады ғой, әр нәрсені мына оң жақтан бастап, кәдімгі махаббат, денсаулықтан бастап жазатын болсаңыздар, міне төмен қарай осылай и былайынан кетесіздер. Сол кезде сіздердің арман мақсаттарыңызға, осы жаңағыдай жасап жатқан армандарыңызға міндетті түрде жететін боласыздар. Ең бірінші қыздар, мен сіздерге айтып кетемін, мына жерде махаббат секторы, мына жерде махаббат, өздеріңіз ара қатынасыңыз жолдасыңызбен. Екінші жаңа балаларыңыз, балаларыңыз, отбасыңыз, қанша балаңыз болған, қалайсыз, егіз бала ма, ұл бала ма, қыз бала ма, соны жабыстырасыз. Мына жерде суреттерін тауып аласыз да, мысалы, ұл баланың суретін тауып аласыз, қиясыз да, жабыстырасыз. Қыз болса қыз, мысалы, солай жабыстырасыздар. Одан кейін саяхат қыздар секторы, мынау 3-ші саяхат секторы. Яғни қайда шетелге қыдырғыңыз келе ма, Дубайға ма, осы жерге жазасыздар. Одан кейін мына жерде мамандық қыздар. Может сіз мамандығыңызды ауыстырғыңыз келетін шығар, психологияны оқып жатқан шығарсыз, может мұғалімді оқып жатқан шығарсыз. Вот сол өсу жайлы осы жерге сол мамандығыңыз жайлы жазасыз. Одан кейін оқу білім қыздар мына жерге. Может сіз высшее образование алып жатқан шығарсыз, сертификат алып жатқан шығар, диплом. Вот соны мына жерге жабыстырасыз. Диплом суреті ма, диплом суреті. Қай жаққа оқуға түскіңіз, шетел болса шетел, вот сол жерге мына жерге соны жазасыздар. И мына жерге отбасы үй қыздар. Отбасыңызды, үйіңізді қандай үй алғыңыз келеді, мысалы, осы жерге. Одан кейін байлық секторы мына жерге, байлық секторы.
может сіз жаңағы ломбард ашқыңыз келетін шығар, магазин, бизнес ашқыңыз келетін шығар, иә. Может сізде бір үлкен склад, офис ашқыңыз келетін шығар. Вот сол жерге барлығын жабыстырасыздар. Ал одан кейінгі міне 8-ші атақ даңқ қыздар. Атақ даңқ мысалы өзіңіздің жаңағы өсуіңізге байланысты. Может командаңыз бар ма, я может сіздің атағыңыз жер жарып үлкен мысалы жаңағы Астанаға барып марапатталып жатқан шығарсыз мысалы да. Кәдімгідей біздің жаңағы президентіміздің қолын алып жатқан шығарсыз, иә. Сол жайында мына жерге армандай беріңіздер. Армандау тегін қыздар, міндетті түрде. Мына жерге суретіңізді жабыстырасыздар. Вот енді осыған кірісейік қыздар. Мен мысалы мына жерде мысалы мен 2 ұлды салғам ғой. Енді менде 4 қызым бар. Енді Аллаға сансыз шүкір, осы 2025 жылы мен ұлды болдым қыздар. Құттықтап кетсеңіздер де болады. Енді Құдай қаласа мына 2 ұлды мен қайтадан салғым келіп отыр. Енді баламызға жаңа үлкен балам бар ғой, енді одан кейінгі мына 2-ші ұлым, тағы да 2 ұл қалаймыз қыздар. Енді кім білет, бұл 2 ұл болып қалатын шығар. Енді армандау тегін болғандықтан қазір барлығын мынау картамызға жабыстыратын боламыз. Томи тербетші. Қазір жылап кетті. Өздеріңіздің қолдарыңызбен салсаңыздар болады. Мен қолыммен салдағым YouTube канал ашқым келеді. Сосын айтып кетейік, YouTube каналымызды алғашқы рет бастап, мынау алғашқы видеомыз қыздар. Сондықтан мейлінше лайк басып, комментарий жазып, кішкене жылы пікірлеріңізбен Айсу қызымды қолдап кетсеңіздер, алдағы уақытта бір күштілеп тұрып, біз каналымызды ашып жатырмыз. 4 ханшайым деп, енді мен 4 қызым бар. Уақытта енді үйде балалар жаңағыдай қазіргі балалар андай активный болып, әр нәрсені көргісі келеді, әр нәрсені білгісі келеді. Айсу негізі суретке жақсы да, Айсу? Сурет салған жақсы көреді, биді жақсы көреді, билеген жақсы көреді. Сондықтан енді балама не үшін көмектеспеске деп, кішкене қолдау білдірейін деп осы каналын ашып беріп жатырмын. И алғашқы енді видеомызды осы армандар картасынан бастағым келіп тұр. Жақсы нәрсемен бастап, пайдалы нәрсемен сіздермен бөліскім келіп отыр. Сондықтан енді сіздерден тек қана қолдау күтеміз. Алдағы уақытта бұдан да бөлек керемет пайдалы видеоларды сіздерге салатын боламыз. Ал давайте кеттік қыздар. Ең бірінші бізге мына жерге махаббат қарым-қатынас қыздар. Жаңа жолдасыңызбен, сен жаңағы мына жерде балалардың суреті бар ғой, мысалы. Осыларды саламыз, отбасымыз, папа, мама деген секілді соны жабыстырамыз. Ал бисмилlah, ал біз қиып бастайық. Өзіме қасағам. Махаббат қарым-қатынас деп тұр мен намыз. Міндетті түрде жасаңыздар қыздар, сонда ғана армандарыңыз орындалатын болады. Биылғы енді 2026 жыл менің жылым ғой, негізі жылқы жылы қыздар. Жылқы жылы енді керемет жыл болады деп жатыр ғой, үміттеніп жатырмыз. Жылан жылы енді сыналатын, сондай бір сынақпен келді енді барлығымыз. Біз үшін де мысалы отбасымызға денсаулықпен да сыналдық, қарым-қатынаспен да сыналдық. Но жақсы жақтары да болды да. 50-де 50, былайша айтқанда мен үшін сондай жыл болды, жылан жылы. Ал енді 2026 жылдан үмітіміз зор. Енді биылғы жылқы жылы керемет жыл болады деп жатырмыз. Еңбекқор ғой, жылқыда адал деген секілді сондай жыл болайын деп тұр. Құдай қаласа. Сол қазір міне барлығын кесіп дайындап алайық. Ал достар, біз қидық, міне маған қиып берді, мама өзімдікін ана жақта көбісін қиды. Мама маған қиып берді жаттық, и қазір осыларды жабыстырамыз. Бізді өзі қиюдың өзі көп шаруа екен ше. Балалардың барлығы садиктен, мектептен келіп шулап жатырмыз. Уже кеш болып кетті ғой. Соны айтам. Сонда да сіздер үшін барлығын бітіріп жатырмыз, ертерек. Достар, арасында перерыв болып қалды. Бала жаңа жылдан келді, елкадан, мектептен, садиктен. Енді до конца барлығын қиып дайындап алдық. Енді сіздерге барлық толықтай жабыстырып көрсететін боламыз. Ең бірінші мына рядтан бастаймыз дедік аха. Махаббат, қарым-қатынас, жаңағы отношения, сол осы жерге жолдасыңызбен түскен мынандай суреттер, жеке қыдырғаныңызды, екеуіңіз махаббат болып, жаңағыда қол ұстасып жүргеніңізді, в общем, жолдасыңыз екеуіңізге байланысты сектор бұл жерге, соны жабыстырасыздар. Давай. Мынау енді самоплющий ғой. Менікі ғой, саған анақты әні біреу берді. Біреу ақ па?
Соның үшін шетелге. Оның аты самоклеющий ше. Осындай шығарып алсаңыздар болады. Цветной қылып алып пісімілақ деп бірінші секторымызды толтырып бастаймыз. Жолдасым екеуміздің жаңағы ара қатынасымыз жақсы болсын, махаббатымыз ұлғая түссін, тату-тәтті болайық деген ниетпен қыстырып іліп жатырмын. Мен бірінші отбасымнан бастаймын, өзімнің жеке өмірім. Я мектеп неге байланысты? Ал достар, мінекей армандар картамызды жабыстырып бітті. Қазір біз сіздерге жақыннан да көрсететін боламыз. Ең алдымен мінекей өзіміздің жақыннан сіздерге көрсетейін. Көріп тұрма? Өзіміздің суретіміз, қарай жаңағы миллионер байлыққа байланысты, білімге байланысты, денсаулық, отбасын, осының барлығын жасап бітті. Күшті қуаныштымын қыздар. Осы енді мен бұрынғы армандар картамды мынандай кішігірім қылып жасаған ғой, 2021 жылы бастаған қыздар уже жыртылып мінекей уже біткен ғой шаруасы. Но осының ішінде где-то 70% орындалып кетті қыздар. Қазір жақыннан да көрсем, бұл жерден өзім істеп алған ғой, простой черно-белый қылып, сондай арасында өзімнің де суреттерімді сөйтіп білдірген болатын. Ал енді осы жолы, енді жылқы жылы өзімнің жылым келе жатқаннан кейін более енді күшті цветной қылып шығардым. Барлығын мынау самоклеющий не қойып, барлығы суреттер. Ең бірінші өзімнің суретімді қойдым, одан кейін жаңағы отбасым, денсаулық, байлық, жетістіктерім, жаңағы бизнесім деген секілді осы жерге барлығын сыйдырдым қыздарыме. Көрдіңіздер ғой. Суға да осындай, Айсу қызыма да осындай армандар картасын жасап бердім. Мен мынау үйдегі бар альбомның қағазынан жасап алдық қыздар. Ортасына өзінің суретін қойдық. Тоже армандайды, мысалы, осындай әдемі бижутерия деген секілді шетелге шығу үшін жаңағыдай шетелдік паспорт бар ғой, соны алу үшін де міне қызым соларды армандап, мынандай жаңағыдай медаль, қызыл диплом, мектепті қызыл дипломмен бітірейін деп, солай Айсу қызымды армандап, армандар картасын жасады. Ертең қызық қой, мысалы, қазір 4-ші класс, бұйырса енді алдағы уақытта барлығын көріп, ертең еске алып отыратын болады да, қуанып. Мысалы, бұл армандар мысалы 1 жылдың көлемінде немесе 2 жылдың көлемінде орындалып кетуі мүмкін ғой. Енді барлығы Аллаға байланысты, өзіміздің мақсатымызға қалай әрекет етеміз, соған байланысты. Осылай қыздар. Армандарыңызды осы шақта жазыңыздар, міндетті түрде. Сіз мысалы, сіз не армандайсыз, магазин ашқыңыз келе ма? Мысалы, мен жаңағыдай балалар киім магазинін осы 2026 жылы аштым деп осы шақта жазуыңыз керек. Міндетті түрде Алланың 99 есімін айта отыра жазсаңыздар, армандарыңыз Алланың қалауымен 100% орындалатын болады. Енді мен өзім практикамдағы ситуацияны сіздермен бөлісіп жатырмын да, сондықтан солай жазсаңыздар болады. Мінекей. Енді Құдай қаласа қыздар 2026 жыл, енді жылан жылы 2025 жылға ешқандай енді өкпеміз жоқ. Мен үшін 50-50 жыл болды қыздар. Денсаулықпен да сыналдым, қарым-қатынаспен да сыналдым, қаншама адамдардың жаңағыдай маскасын көрдік, маска шешілді деген секілді. Одан бөлек қаншама жанымда жаңағыдай өтірік дос болып жүрген адамдарды мысалы өзіммен алыстаттым да, сол секілді сондай бір сынақтармен келді бұл 2025 жыл. Ал жақсы жаңалықтарым, енді үй алдық, машина алдық жылдың басында, одан бөлек ұлды болып жатырмын, Аллаға сансыз шүкір. Сол үшін мен осы 2025 жылды жылан жылын 50-50 жыл деп есептеймін. Енді сіздер үшін қандай жыл болды, астына комментарияға жазып кетіңіздер. Міндетті түрде біз комментарий оқимыз, Айсу. Сол енді 2026 жыл, жылқы жылынан үмітіміз көп қыздар, Құдай қаласа жылқы жылы өте сондай керемет, молшылығымен, берекесімен, сондай бір ауызбіршілігімен кіріп кетсін осы биылғы жаңа жылда. Сосын 2026 жылы қыздар барлықтарыңыздың армандарыңыз, арман тілектеріңіздің барлығы Алланың қалауымен орындалып кетсін. Тек қана сәттілік сіздерге. Сосын парақшамызға тіркелуді ұмытпаңыздар қыздар. Міндетті түрде осындай пайдалы ақпараттармен алдағы уақытта сіздермен бөлісіп отыратын боламыз. Менің Айсу қызымның да парақшасын қолдап,
лайк басып, комментарий жазып, пікірлеріңізді жазып кетсеңіздер, Айсу да қуанып қалады. Енді парақшасын жаңадан ашып жатыр ғой. Ал давайте сіздерден осы күнге де жетеміз, Алла қаласа. Парақшамызға тіркеліп кетіңіздер, достар. Біздің 2026 жылға пландаған, жасаған армандар картамыз дайын болды. Енді ал барлықтарыңызға сәттілік, бізбен бірге армандар картасын жасаңыздар. Бізбен бірге армандар картасын жасаңыздар, қыздар. Сол үшін осы видеоны сіздерге бөлісіп салып отырмыз. Міндетті түрде қыздар, Алланың қалауымен ақ қағазға түскен армандар, қыздар, мақсатқа айналады. И мақсатқа жету үшін не істейсіздер? Сіздер әрекет етесіздер. Сондықтан да міндетті түрде ол мына миыңызда қалмасын, ол армандарыңыз миыңызда тұратын болса, ол орындалмайды, қыздар. Когда сіздер ақпаратқа, ақ қағазға түсіріп осылай жазатын болсаңыздар, сол кезде ғана 100% Алланың қалауымен армандарыңыздың барлығына қол жеткізетін болады. Ақшамызға тіркеліп, лайк басып, комментарийға пікірлерін жазып кетіңіздер. Осы 2026 жылға қандай армандарыңыз бар? Осындай армандар картасын жасадыңыздар ма? Сондай солмен де бөлісе кетіңіздер. Біз міндетті түрде комментарий оқитын боламыз. Соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Всем пока. Рахмет. Мінекей достар, сіздерге жақыннан көрсетіп жатырмыз. Ортасында өздеріңіздің суреттеріңіз тұрады міндетті түрде. И қалғандарын өздеріңіздің армандарыңызды мінекей жабыстырып шығатын боласыздар. Жолдасыңызбен бірге оңаша қыдырғыңыз келе ма, оңаша өзіңіздің суретіңізді, бетіңізге күтім жасағыңыз келе ма, шашыңызды жаңағыдай жылтыратып әдемі өсіргіңіз келе ма, тісіңізді жөндеткіңіз келе ма, барлығы міне осылай жабыстырылған. Макияж, мысалы мен үйренемін деп мына жерде макияждың несін суретін қыстырып қойдым, қыздар. Міне макияж үйренгім келеді для себя. Отбасымен үнемі осылай қыдырып жүреміз. Осындай товармен айналысам, мінекей күнделікті менің саудам жүріп жатыр деген секілді. Осындай 2 этажды коттедж үйіміз бар. Жолдасының машинасы, менің машинам, екеумізге бірге тұр. Құдай қаласа 2026 жылы мен iPhone 17, ақшам көп болады, миллионерша болам. Каспий голдында күнделікті, қыздар, ай сайын 8 миллион жүреді, депозитімде 10 миллион. Көрдіңіздер ғой. Осындай шуба алдым, алтын белгі алдым, мінекей қыздар. В общем, барлығын жазғам. И команда, мысалы мен Сибирскийда істеймін ғой. Сибирскийда командам үлкейді, үлкен жетістіктерге жеттім. Одан бөлек, мысалы мынандай қызыл кілемде жолдасым екеуміз, мысалы алдағы уақытта осы Сибирский здоровье компаниясының арқасында Новосибирскқа барсақ па деп пландап жатырмыз. Вот сол кезде жүріп өтеміз осындай қызыл кілемде жолдасым екеуміз. Одан кейін өзімнің салоным болса екен деймін, бизнес ашсам деймін, соның лентасын неке осылай кесіп жатқан сәтім. Көрдіңіздер ғой? Осылай барлығын не армандайсыз, қыздар, соның барлығын. Мысалы мен 90-60-90 фигура, 55 салмақты қалаймын. Мына жерде салмағымды өлшегем, мына жерде мынандай фигурный қызды салып қойғам да, мысалы. Вот сондай, вот бәрі. Міне мына жерде TikTok-тан, YouTube-та мысалы 100 000 оқырман, 1 миллион жаңағыдай қаралым, қыздар, Міне осының барлығын армандап салып қойдым. Мысалы сторис қаралым Instagramда, мінекей қыздар, 100 000 адам қарайды менің сторис қаралымды. Көрдіңіз ғой? Мынау личный рост, мысалы өсіп жатырмын командамен. Айсу Тайтікі, Айсу қызымда балаларыммен қойып қойдым суретін. Мынандай қызыл дипломмен бітірген мектепті, осының мынандай көк әдемі алтын белгі алам деген білімді болу үшін мектептен. Одан кейін мына жерде әншілікке, мысалы неге барған, жаңағы жарысқа барған, осындай тәтті торттарға мысалы қызым қызығады, сол үшін армандап салып қойған. Одан кейін көзі әдемі көреді деп салғанбыз, тоже миллионерша, жағдай табыс табады алдағы уақытта, Құдай қаласа. Сосын бокс, өзін өзі қорғау үшін осыны сақтап қойған ғой, салып қойған. Осындай статуэтка алған, жүзуді үйренген қызым. Отбасымызбен қыдырамыз, шетелге, демалыс орындарға жиі барамыз деген секілді. Мама өте мейірімді деген мына жерде. Одан бөлек мен мынандай брек салдырам деп жүрген, соны армандап салып қойған. Отличник 5 деп 5-пен оқуды бітіреді, Құдай қаласа, Мысалы математикадан жақсы оқу үшін күресу, мынандай дубайский шоколад жасау арманы, осыны жасаймыз деп барлығын сақтап қойған. И суретке жақын мен қызым. Суретші болу үшін осындай. Бұйырса істейсің, Істейсің ба, Айсу? Өзің жасап көрің ғой.
мінекей мына жерде бесікте кішкентайымыз бар, мына жерде ұлдашка бар. В общем, осылармен жағаласып жүріп армандар картамызды как штык сіздер үшін түсірдік. Енді еңбегімізді бағалап қыздар қолдап кетіңіздер, жарай ма достар? Мынау менің 2021 жылы жасаған армандар картам қыздар. Жолдасым екеуміздің махаббатымыз түрік фильміндегі ше өшпес махаббат, соны қойып қойған, бұл осындай болсын махаббатымыз деп ше. Сосын осындай мен психолог болғым келетін, соны армандап қойған ғой, врач болам деп. Одан кейін егіз осындай 2 ұлым болса деп армандайтынмын. Балаларым осындай грамота алып көтеріліп жатыр. Мен шетелге бардым, біздің үйіміз осындай коттедж деп ше, армандап. Енді үйді де ремонттап жатыр ғой былайша айтқанда. И менің арманым ломбард қыздар магазин ашу ше. Енді алдағы уақытта болатын шығар. Осы орындалған жоқ, а так қалған барлығы тфай-тфай орындалып келе жатыр. Биледім, мысалы коллективімен үй алдым Тараздан, машина алдым, я міне сол Сибирский здоровье компаниясының арқасында. Енді Құдай қаласа осындай 2 этажды коттедж үй аламыз алдағы уақытта. 2026 жылы Айсу. Осындай коттедж үй алатын боламыз. Одан кейін міне отбасымызбен көп балалы атанды мысалда. 6 балам бар, жолдасым бар деген секілді бақытты отбасымыз деп осындай жасаған. Шүкір Аллаға, барлығы орындалып жатыр. Енді мынау армандар картасында алып қоятын боламыз. Енді бұны қыздар жасағаннан кейін міндетті түрде оқып, ашып ше, ішін кішкене қарап, көз жүгіртіп, орындалған армандарыңызға птичка қойып қойсаңыздар болады да, әр жылы жаңартып отырсаңыздар болады. Ал давайте қыздар, сәттілік, бізді қолдап парақшаға тіркеліп кетіңіздер. Всем пока. Тіркеліп кетіңіздер.